Ара гүлге қонады, шыбын боққа қонады деген сөзді бәріңіз білетін шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Осы нәрсені отбасымызда қолданайықшы. Егер сіз күйеуіңіздің немесе әйеліңіздің кемшілік қателіктерін көре берсеңіз, онда сіз шыбынсыз. Ал жақсылықтарын көріп, бағалап, риза болып, рахмет айтып жүретін болсаңыз, сіз арасыз. Қазір қоғамда шыбындар көбейіп кеткен. Сосын бұл видеоны күйеуіңізге, әйеліңізге жібере бермеңіз. Сен сондай шыбынсың, кемшілік қателіктерді көре бересің, жақсылықты бағаламайсың деп. Сіз өзіңіз ара болыңыз. Мен неге шыбын болып жүрмін, мен неге ара болмаймын, ара сияқты пайдалы жақсылықтарды көріп, мен өзім риза болып, довольны, бақытты болып жүрмеймін деп өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ол шыбын болды деп, сіз де шыбын боласыз ба? Өз қадіріңізді өзіңіз кетірмеңіз. Ол шыбын болса бола берсін. Сіз ара болып, әрекет амал жасасаңыз, сізге қарап өзгереді ол. Ол дінімізде де, психологияда да 100% дәлелденген. Сіз жақсылығын айтып, мақтап, қолдап, риза болып, рахмет айтып, сен керемет адамсың, саған ризамын, сенде адамды жолықтырғаныма ризамын деп айтып бастаңызшы. Егер өзгермесе маған келіңіз. Өз-өзіңізді олай шыбын сияқты жүріп шаршамаңыз. Қоғамда сонда ара сияқты адамдарды көбейтейік. Қазақ атамыз бір-ақ сөзбен жауап берген бұған. Таспен ұрғанды аспен ұр. Ұлық болсаң, кішік бол. Егер отбасылық мәселе болса, жеке консультация алыңыздар.